Баршаңызға қайырлы күн. Жандудан пөпірава істеуді көрсететін боламын. Қыстың қамын жазды ойла дейтін атам қазақ. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Лағманға, сорпаларға қолдануға болады. Көбінесе лағманға қолданамыз. Огородымда қалған ақырғы болгарскийлерді қолдандым. Оны жуып, ашып тазалап алдым. Жартылай ащы бұрыштың осының екеуін қолдандым. Дәмі керемет қылады. Сендерейді өте дәмін ерекше. Дәмін ерекше болады. Жанду өте дәмді лағманның. Дәмін келтіретін осы жанду. Чесногымызды да ашып дайындап қойдым. Болгарскийімізді 4 бұрыш тығып тураймыз. Мына болгарский менде майдалау. 4 бөлдім, 6 бөлдім. Көрсеңіздер болады. Дәуле болса 5-6 рет турайсыздар. Чесногымызды осы көлемде турай береміз. Майда қылудың қажет жоқ, осылай тураған әдемілеу. Ыдысымызға саламыз. Енді сендерейімізді де турап аламыз. Турап болған сендерейімізді ыдысымызға саламыз. Жандудың бастарын алып тастап, бір келкі қылып тураймыз майдалау қылып. Ыдысымызға саламыз. Отбасымызға, бала шағамызға осылай дайындаған бізге ұнайды. Сіздер де отбасыларыңызды қуантып, осылай менің рецептіммен пайдаланыңыздар. Тәтті бұрышымызды алып, ішін тазалап, осылай 4 бұрыштап турап аламыз болгарскийге ұқсап. Бұл дәмін келтіреді, иісі де керемет. Ыдысымызға салып аламыз барлығын. Кондитерский магазиндерде осындай бар. Каспийден де алсаңыздар болады. Бағасы 350-400 теңгеден. Әптен араластырып, салфандарымызға осылай салып аламыз. Бетін жауатын несі бар, соның бетін жауып қоямыз. Менікі қатты беті жабылмады, сөйтіп қарсы бетінен дәл осындай көлеммен пакетімізді тағы біреуін жауып алдым. Морозильнигімізге салып тастаймыз. Қыстың күні қолдана берсеңіз болады. Ас болсын. Подписка бөліміне тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Рахмет.